Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? ұбт-ға дайындықтарыңыз қалай? Каналда ұзақ уақыттан бері сабақтар шықпай кетті. Сол үшін сіздерден үлкен кешірім сұраймын. Енді алдағы уақытта барынша сабақтарды көбірек және тезірек шығарып отыруға тырысатын боламын. Сабағымызға көшейік. 2023 жылғы жаңа тест спецификациясы шықты. Енді оны барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Тест спецификациясы дегеніміз не? Ол егер білмейтін оқушылар болса айтып өтейін. Бұл құжат, бұл құжаттың ішінен сіздер ұбт-дан нақты қандай тақырыптардан сұрақтар келетінін көре аласыздар. Яғни мемлекеттің бекіткен тақырыптары. Енді қараңыздар. Маған көп оқушылар жазыпты, ағай курс ашасыз ба деп. Әрине курс ашу ойда бар. Бұйырса 1-2 айдың ішінде курс ашып қаламын. Енді оған дейін осы YouTube каналда видео сабақтар шыға береді. Курс ашқаннан кейін де шығады, бұйырса. Айтқым келген нәрсе не? Егер мен курс ашсам да, осы YouTube каналда сабақтар түсірсем де, барлығы тест спецификациясына негізделе отырып жасалынады. Неге? Өйткені осы тест спецификациясына нақты қандай тақырыптардан сұрақтар келетіні көрсетілген, мен осы бойынша жақсы курс жасап шыққым келіп отыр. Енді YouTube каналда да осы бойынша видеолар түсіре беремін. Бүгін соның бірінші сабағы. Компьютерлік желілерді ұйымдастыру деген тақырыпты өтейін деп отырмын. Оның алдында мынау компьютерлік құрылғылар деген тақырып бар. Бірақ бұл тақырыпты мен алдыңғы сабақтарда айтып өткем, сондықтан бұның қайталаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Міне бүгін сондықтан екінші сабақ компьютерлік желілерді ұйымдастыру деген тақырыпты өткім келіп отыр. Бұл тақырып үлкен ауқымды тақырыптардың бірі 7-ші, 8-ші, 9-ші, 10-ші сыныптардың барлығында кездеседі. Мен бұның барлығын 2 видео сабаққа сыйғызғым келіп отыр. Bir сабаққа ауыр болып кетеді деп ойлаймын, сондықтан 2 сабақ түсіремін. Бүгінгі сабақта 7-ші, 8-ші сыныптарды толық аяқтайтын боламыз. Олай болса сабаққа кеттік. Компьютерлік желілер дегеніміз не? Ең бірінші осымен танысып шығайықшы. Осыдан бірнеше жылдар бұрын, тіпті ғасыр бұрын деп те айтсақ болады, адамдар бір-бірімен ақпарат алмасу үшін пошта қызметін қолданатын еді, яғни бір-біріне хат жазып, бұл жерде ақпарат көзі бұл жазу, текст болып табылады. Сөйтіп хат жазып бір-біріне оны күтіп, солай ақпарат алмасатын еді. Одан кейін заман дами келе, телефондар ойлап табылды. Сөйтіп ақпараттың жаңа көзі, яғни дауыс тасымалданатын болды. Солай заман дами берді, сөйтіп 21-ші ғасырда уже ақпараттың кез келген түрін тасымалдай алатын дәрежеге жетті. Мейлі ол текст болсын, мейлі ол дауыс болсын, видео болсын, сурет болсын, біз ақпараттың кез келген түрін қазіргі заманда тасымалдай аламыз. Және бұның барлығы компьютерлік желілер арқылы жүзеге асып жатыр екен. Яғни компьютерлік желінің басты мақсаты не? Бұл компьютерлік желілер арқылы адамдар бір-бірімен ақпарат алмаса алады. Анықтамасына келетін болсақ, компьютерлік желі адамдардың бір-бірімен деректер алмаса алуы үшін 2 немесе бірнеше компьютердің байланысқан жүйесін айтады екенбіз. Келесі бізде компьютерлік желілердің жіктелуі. Жалпы компьютерлік желілер әртүрлі 4 ерекшелігі бар. Олар бізде аумақтық таралуы, тиістілігіне қарай, тасымалдау жылдамдығы, ақпарат тарату ортасының типтері деген. Енді әрқайсысын жеке-жеке талдап шығайық. Біріншісі аумақтық таралуы. Жалпы аумақтық таралу бойынша жергілікті желі, аймақтық желі, ауқымды желі деп 3-ке бөлінеді. Соның ішінде біріншісінен бастайық, жергілікті желі. Жалпы жергілікті желі бұл компьютерлерді шектеулі аймақта ғана біріктіру үшін қолданылады. Бұған мысал мектептегі информатика кабинеті. Информатика кабинетіне барсаңыздар, барлық компьютерлер бір-бірімен осындай кабель арқылы байланысып тұрады. Немесе компьютерный клубтар болсын, офистар болсын, осындай барлық жерде компьютерлер бір-бірімен осындай кабель арқылы байланысып тұрғанын көресіздер. Бұл не үшін керек? Бұл компьютерлерді бір-бірімен байланыстыру үшін керек. Осылай компьютерлер бір-бірімен ақпарат алмасады, деректер алмасады. Және жергілікті желі құрудың басты ерекшелігі бұл басқа желілерге қарағанда жергілікті желі ақпаратты алмасқанда өте жылдам жұмыс жасайды. Яғни жергілікті желі бұл компьютерлерді шектеулі аймақта ғана біріктіреді. Кішкентай бір бөлмеде немесе бір кішкентай территорияда ғана компьютерлерді бір-бірімен біріктіре алады. Келесі бізде аймақтық желі. Аймақтық желі бұл компьютерлерді бір қала ішінде немесе
аймақ көлемінде компьютерлерді бір-бірімен біріктіреді. Жалпы аймақтық желіні көбінесе үлкен компаниялар қолданады, немесе банк жүйелері қолданылады бір қалада. Неге? Мысалы айтатын болсақ, бір қалада бірнеше филиалы бар бір банк алайық. Сол банк өзінің ішкі документтерін, сондай құжаттарын алмасу үшін осындай аймақтық желі құрады екен. Одан кейін келесі бізде ауқымды желі. Ауқымды желі дегеніміз бұл уже дүние жүзіндегі барлық компьютерлерді біріктіреді. Ауқымды желіге мысал бұл интернет. Интернет арқылы қазіргі кезде дүние жүзіндегі барлық компьютерлер бір-бірімен біріккен. Сіз әлемнің ана бұрышында тұрған адаммен осы интернет арқылы байланысқа шыға аласыз байланысқа. Келесі бізде тиістілігіне қарай компьютерлік желілер екіге бөлінеді. Олар ведомстволық және мемлекеттік. Ведомстволық желі бұл белгілі бір мекемеге немесе ұйымға тиісті болады. Мысалы, бұны көбінесе банкоматтар, теміржол кассалары, театр кассалары деген сияқты бір мекемелер өздерінің желілерін осы құруын біз ведомстволық желі деп айтамыз. Келесісі бізде мемлекеттік. Жалпы мемлекеттік желі бұл мемлекеттік ұйымдарға тиісті болады. Мысалы, ішкі істер, ұлттық қауіпсіздік комитеті деген сияқты. Олар өздерінің мемлекеттік желіні құрады, және бұл мемлекеттік желіге басқа адамдардың кіруіне рұқсат жоқ. Өйткені бұның ішінде құпия ақпараттар сақталады, сондай сияқты маңызды құжаттар сақталады. Келесі тасымалдау жылдамдығы. Жалпы тасымалдау жылдамдығы бойынша үшке бөлінеді. Төмен, орташа, жоғары. Төмен дегеніміз ол 10 мегабит секундқа дейін, орташа 100 мегабит секундқа дейін, жоғары 100 мегабит секундтан жоғарыны айтады. Жалпы тасымалдау жылдамдығы бұл мегабит секундпен өлшенеді. Мысалы, сіздерге үйге интернет құратын кезде айтады, мынау интернет 100 мегабит секундтан жоғары тартады деп айтады. Значит, оның тасымалдау жылдамдығы жоғары деген категорияға жатады екен. Енді келесісі бұл ақпарат тарату ортасының типтері екіге бөлінеді. Сымды байланыс және сымсыз байланыс. Сымды байланыс бүгінгі тақырыпта айтамын. Сымсыз байланысы мен осының алдыңғы сабақта айтқан болатынмын. Сол жақтан көрсеңіздер болады. Сымды байланысты көрейік. Сымды байланыс құру үшін кабельдер қолданылатынын білеміз. Соның ішінде ең көп қолданылатын үш түрін мен қазір айтқым келіп отыр. Біріншісі есулі қосақталған. Бұл жергілікті желі құру үшін қолданылады. Бағасы арзан және кедергілерге төзімді. Ақпарат тасымалдау жылдамдығы 1000 мегабит секунд. Келесі коаксиалды кабель. Бұл да жергілікті желі құру үшін қолданылады. Бұл алдыңғы кабельге қарағанда ұзақ арақашықтықты қолдануға болады. Яғни ұзақ арақашықтықтағы компьютерлерді бір-бірімен байланыстыруға, желі құруға болады. Ақпарат тасымалдау жылдамдығы 50 және 100 мегабит секундтың аралығы. Келесісі оптикалық талшық. Бұл оптикалық талшық уже қараңыздар, жергілікті желі құру үшін емес, бұл уже алыс арақашықтықтағы желі құру үшін қолданылады. Кедергілерге өте төзімді және қауіпсіз. Ақпарат тасымалдау жылдамдығы 3 гигабайт секунд. Келесі тақырып бізде желілер топологиясы. Жалпы топология дегеніміз бұл жергілікті желідегі компьютерлердің бір-бірімен геометриялық тәсілдер арқылы байланысуын айтамыз. Біз жергілікті желі деген жаңа ғана таныстық, не екен? Оған мысал ретінде информатика кабинетін келтірдік, компьютерный клубта айттық. Міне осында жергілікті желіді құру кезінде әртүрлі геометриялық тәсілдер қолданылады екен. Осыны біз топология деп айтамыз. Жалпы геометриялық тәсілдер құрған кезде мынау біз үш түрімен танысамыз. Бұлар шина, сақина, жұлдызша деп аталады. Осының ішінде бірінші шина. Шина тәріздес жергілікті желі құрған кезінде коаксиалды кабельдер қолданылады. Бұның бір кемшілігі, егер бір жерден ақау кететін болса, бір жері үзілетін болса, онда басқа компьютерлердің арасындағы ақпарат алмасу, байланыс тоқтайды екен. Екінші түрі бұл сақина, пішіне сақинаға ұқсас келіп тұр. Бұл сақина тәріздес геометриялық тәсілдің тағы да кемшілігі, бір жері үзілсе, басқа компьютерлер бір-бірімен байланысын тоқтатады, ақпарат алмасу тоқтайды. Үшінші түрі бұл жұлдызша. Жұлдызшада басқаларына қарағанда ерекшелігі, егер бір жері үзілсе жұмысын тоқтатпайды, басқа компьютерлер бір-бірімен ақпарат алмасуын жалғастыра береді. Жұлдызша тәріздес жергілікті желінің
бұл ең көп қолданылатын түрі, ең кеңінен тараған, ең көп қолданылатын түрі осы жұлдызша болып табылады екен. Келесі тақырып бізде желінің өнімділігі. Жалпы желінің өнімділігі деп үлкен көлемдегі мәліметтерді аз ғана уақытта жеткізу мүмкіндігін айтады. Мысалы, сіз өзіңіздің досыңызға WhatsApp арқылы бір видео жібердіңіз. Міне осы видеоны барынша қанша тезірек жібере алады, барынша қанша аз уақыт ішінде жібере алады. Міне осыны желінің өнімділігі деп айтады. Жалпы желінің өнімділігі тікелей мына сипаттамаларға тәуелді. Олар өткізу қабілеті, ақпарат легінің қозғалысы, реакция уақыты, тасымалдау кідірісі. Міне дәл осы сұрақ бізде ұбт-ның үлгілік нұсқасында келген болатын. Сондықтан осыны жаттап алыңыздар. Жалпы бұл жерде дұрыс жауап қайсысы болады? Желі өнімділігінің сипаттамаларына жатпайды, ол ақпарат түрі. Мына жерде жоқ. Желі өнімділігінің негізгі сипаттамаларының бірі бұл өткізу қабілеті. Біз осы өткізу қабілетімен информатика пәнінде танысатын боламыз. Өткізу қабілеті дегеніміз деректерді тасымалдау жылдамдығы. Кәдімгі жылдамдық сияқты деректерді тасымалдау жылдамдығын біз өткізу қабілеті деп айтамыз. Яғни 1 секундта қанша ақпарат көлемін тасымалдай алады. Өлшем бірлігі бит бөлінген секунд. Формуласына келетін болсақ, V тең Q көбейтілген T. Бұл жердегі V деген ақпарат көлемі, T ақпарат тасымалдауға кететін уақыт, Q өткізу қабілеті. Есеп шығарайық, есеп қарастырайық осыған. Өлшемі 525 килобайт файлды 33600 бит бөлінген секунд жылдамдықпен қанша уақыт тасымалдау мүмкін дейді. Қанша уақытта тасымалдау мүмкін, Көлемі бізде 525 килобайт екен, ал өткізу жылдамдығы 33600 бит бөлінген секунд дейді. Осындай 525 килобайт ақпаратты 33600 бит секундпен қанша уақытта тасымалдауға болады? T-ді табу керек. Формула V тең Q көбейтілген T. Осы жерден T-ді өрнектеп аламыз. T дегеніміз V-ның V бөлінген Q-ға тең. Енді келесіде біз килобайтпен берілген көлемі, біз бұны битке айналдыруымыз керек. Мына жерге қарасақ, 1 килобайт тең болады 1024 байтқа. Ал 1 байт 8 битке тең дейді. Осыны біз барлығын 525 килобайтты осыған қарап битке айналдырып алайық. Ең бірінші, жалпы 525 килобайтты просто байтқа айналдырып алу үшін, оны біз 1024-ке көбейтеміз. Өйткені сөйтіп біз килодан құтыламыз. Бізде мынадай байт болды. Осы байтты енді битке айналдыру үшін оны 8-ге көбейтеміз. Біздегі ақпарат көлемі 4.300.800 битке тең. Енді уақытты табу үшін біз оның ішінде осы 4.300.800-ді бөлеміз 33.600 бит бөлінген секундқа. Жауабы 128 секунд кетеді екен. Мынандай ақпаратты осындай жылдамдықпен тарату, жіберу үшін. Келесі есеп, өлшемі 1687.5 килобайт файл 4 минутта тасымалданды. Желінің тасымалдау жылдамдығын анықта дейді. Қараңыз, енді бұл жерде бізге берілгені ақпарат көлемі 1687.5 килобайт уақыт берілген, қанша уақыт кеткені тасымалдауға 4 минут, бізге жылдамдықты табу керек, яғни желінің өткізу жылдамдығын табу керек. Тағы формулаға бұл жердегі V тең Q көбейтілген T, осы жерден бізге керек Q, Q-ді өрнектеп аламыз, бұл V бөлінген T-ға тең. Бұл жердегі V килобайтпен берілген тағы да, бұны біз битке айналдырып алуымыз керек. Дәл жаңағыдай, бірінші килобайттан құтылу үшін 1024 байтқа көбейтеміз, және байттан битке айналдыру үшін оны тағы да 8-ге көбейтеміз. Шыққан ақпарат бізде шыққан сан 13.824.000 битке тең. Және де уақыт бізде минутпен берілген, оны секундқа айналдырып алуымыз керек. Ол үшін 4-ті көбейтеміз 60 секундқа 240 секунд болады екен. Өткізу жылдамдығын табу үшін біз ақпарат көлемін уақытқа бөлеміз, тасымалдау уақытына бөлеміз. Сол кездегі шығатын мән 57.600 бит бөлінген секундқа тең екен. Сабақ осымен аяқталды. Келесіде кездескенше, келесі сабақта біз 10-шы сыныптың материалдарымен танысатын боламыз.